Қайырлы күн достар, сіздерге қуырылған баклажаннан жасалынатын хит салаттың рецебін ұсынамын. Арнайы соуспен жасаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен баклажанды жуып, қажет емес жағын алып тастаймыз. 4 бұрышты етіп, орташа көлемде тураймыз. Туралған баклажанды ыдысқа салып, үстіне 1 шай қасық тұзды сеуіп, шамамен 15 минутқа қойып қоямыз. Енді қызанақты жуып, үлкен бөліктерге бөліп тураймыз. Кәдімгі қызанақтың орнына чери қызанағын пайдалансаңыздар, салат өте әдемі болып шығады. Тұз себуді ұмытпаңыздар. Баклажанымыз 15 минуттай тұрды. Енді үстіне жүгері крахмалын сеуіп, жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін, егерде крахмал аздау болып жатса, тағы да үстіне қосып араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да дәмді салаттардың, ыстық тағамдардың, тәттілердің рецептері бар. Каналыма өтіп, қарап өтіңіздер. Енді баклажандағы артық крахмалды алып тастау үшін сеткаға салып, кішкене қозғаймыз. Қызып тұрған майға баклажанды салып, шамамен 15 минуттай әрбір жағын ауыстырып отырып, қуырып аламыз орташа отта. Баклажанымыз пісті, енді сүзіп алып, бірден бумажный салфеткаға саламыз. Артық майын сіңіріп алу үшін. Достар, бұл салатты жасаған кезде бірден жеп қою керек. Сол кезде өте дәмді болады. Баклажан қытырлап, күшті болып шықты. Қалауыңыз бойынша зелень қосыңыз. Мен петрушка мен кинзаны турап қостым. Енді арнайы соусты жасаймыз. Ол үшін видеода көрсетілген заттардың барлығын араластырамыз. Негізі бұл салатқа дайын магазинде сатылатын кисло-сладкий соусты қосады. Өзім оны онша ұнатпағандықтан арнайы соус жасадым. Енді барлығын біріктіріп араластырамыз. Егерде соусы көбірек болсын десеңіздер, онда 1 ас қасықтан есептеп қосыңыздар. Мен шай қасықпен өлшеп қостым. Өте әдемі, дәмді соус шықты. Енді салатымызды жасаймыз. Ол үшін ыдысқа қуырылған баклажанды саламыз. Үстіне қызанақтарды саламыз. Зеленді сеуіп шығамыз. Соустың жартысын үстіне құямыз. Енді үстіне тағы да баклажанды саламыз. Қызанақтарды саламыз. Енді үстіне творожный сырды видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Үстіне соустың қалғанын саламыз. Міне достар, салатымыз дайын болды. Тура ресторандағыдай болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.